Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын сосиска в тестенің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын жасау үшін бізге жылы сүт, оның үстіне тұз бен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен ашытқымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды да құйып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында ұнымызды електен өткізіп отырып, қамырды жасайтын боламыз. Қамырымызды жақсылап билеп, көтерілуге 1,5 сағатқа қоямыз. Қамырымыз 1,5 сағат тұрды, өте жақсы болып көтерілген. Енді осы қамырымызды қолымызға кішкене сұйық май құйып, жайып бастаймыз. Қамырдың қалыңдығы примерно 3 мм болу керек, 3-5 мм. Енді қалғанын видеодағыдай сосискамызды қойып, жақсылап орап шығатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, әдемі болып шығады. Сосисканың барлығын жасап болдым. Енді жұмыртқаны бетіне жағып шығатын боламын. Бұл бізде әдемі қызғылт түс беріп тұрады піскен кезде. Енді үстіне күнжутында сеуіп шығатын боламын. 180 градуста 30 минут пісіріп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай сосиска в тесте өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.